Сәлем баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ең керемет пирогтарымыздың бірі красный вархат пирогын пісіреміз. Өте керемет әрі дәмді болып шығады. Міне, өте керемет. Ең әуелі ыдысымызға ұнымызды салып, 1 шай қасық разрыхлителіміз, яғни қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне 1 шай қасық какаомызды салып, үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үй температурасындағы маргаринімізді алып, жақсылап араластырып, міне, дайын болды. Енді 10-15 граммдық кесемізге суымызды құйып алып, үстіне красителімізді, яғни бояғышымызды салып, сумен бірге жақсылап араластыратын боламыз. Міне, дайын болды. Енді алдыңғы қамырымызға құйып, қызыл бояуымыз енгенге дейін жақсылап, қызыл түс бергенге дейін жақсылап араластырамыз. Қамыр жасаймыз. Міне, қамырымыз дайын болды. Енді пленкамызға салып, холодильникке жарты сағатқа қоя тұрамыз. Біз крем начинкасын жасаймыз. Творожный сырымызды алып, үстіне 1 жұмыртқамызды жарып салып, қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Міне, салмамыз дайын болды. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бір үлкен бөлік, екіншісі кіші бөлік. Пальға төселген кольцомызға қамырымызды орналастырамыз. Өте жұмсақ, әдемі қамыр болып шықты. Міне, дайын болды. Енді салмамызды ішіне салып, жақсылап төсеп шығамыз. Екінші бөлік қамырымызды алып,
міне әркім өзінің фантазиясына қарай әсемдік жасайсыздар, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен міне мынандай жұлдызша қылып шықтым. Енді пирогымның үстіне орналастырып шығамын. Міне дайын болды. Міне өте керемет, жұмсақ, әрі тәтті, әрі дәмді пирогымыз дайын болды. Міне өте керемет, жасап көруге кеңес беремін. Менің каналым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.